Бізде көрші қыздармен бірге трендтен қалып кетпейік деп цветной подарок көрші қыздармен бірге бастап кеттік. Бұл жерде 1500 теңгеден аспайтын подарка сыйлық, яғни жасауымыз керек бір-бірімізге. Өзіміздің араласатын көрші 7 қыз болып ойнаған болатынбыз. Ең бірінші мына сыйлықтарды бермей тұрып, жүрегімізді жалғап алайық, әйтпесе басымыз айналып құлап қалып жатармыз, ана подарканы сыйлай алмай деп. Осылай бірінші очередь ортадан өзіміз ақша шығардық та, керекті барлық дастархан керекті тәттілерді, суши, пиццаларымызды, тортымызды алдық та. Осылай жыланның басын қайтарып, қарынды зыңқ етіп тұрып тойдырып алдық та, әрі қарай өзіміздің сыйлығымызды беруге кірістік. Ал давайте қыздар, 1500 теңгеге қандай сыйлық түсті, бірге көретін боламыз. 7 қыз әртүрлі түсті таңдап алдық. Ең бірінші алтын беріп бастады, розовый. Бұның ішінде шкатулка және де маска, алтындарын көп жинап жүріңдер деп сыйлады. Ал екінші Мери мынандай губкамен, спонжбен маска, помада берді. Одан кейін мен үшінші жасыл цветті алған болатын. Барлығын таратып шықтым да. Әрі қарай бұның ішінде не бар деп ойлайсыздар? Ас бөлмеге қажетті осындай фартук пен майлық бердім. Ал үшінші сары цвет, бұл Айдана құрбымыз. Айдана осындай үйге керекті сиф және де мынандай доска берді. Төртінші Асия осындай қара түсін таңдапты. Сыртының өзі ерекше. Ішінде осындай стаканмен әдемі шоколад, бірге кофе ішесің деп. Бесінші Бөпе берді. Осындай тоже ақ шкатулка. Бұның ішіне енді күміс наборларын жинаңдар деп. Ал жетінші сыйлықты Тойгүл құрбымыз таратқан болатын. Осындай көк тазикпен, көк материал, ой жақсы болды, машинамды осы тазикпен жуам деп алып алдым. Ал сіздерге осының ішінде қандай сыйлық ұнады, комментарияға жаза кетіңіздер. Айтпақшы, бұл отырыстың соңы қызық болды, қыздар. Жалғасын салайын ба осы видеоның? Комментарияға жазып кетіңіздер.